Қайырлы кеш, әріптестер. Қайырлы кеш. Енді ораза айы соңғы күндері оразаларыңыз қабыл болсын ұстап жатқан. Биыл бізде ораза жоқ, Ерлан екеуміздің алдымызға қойған мақсат басқадай болып тұр. Енді мен өзі ылғи айтамын ғой, мен соғырдайын сіздерге сабақ беретіндей ондай дәрежені білмеймін енді. Мен өзі негізі бала кезімнен сол мұғалім болу, айту деген, үйрету дегендерді білмейді екенмін. Сондықтан Ерлан айтады маған енді қазақша бір нәрсе айтып, бір сабақ оқып бер деген сияқты. Енді мен оны сабақты жоспар жасап, әдемілеп, біздің әдемі спикерлар сияқты сіздерге өйтіп әдемілеп айтып, мүмкін бере алмайтын да шығармын, бірақ та өзімнің опытымнан, өзімнің қазіргі состояниемді жаңағы бұл біздің бепик компаниямыздың бизнесінің беріп тұрған мүмкіндіктерін мен күннен күнге шынымен де бұл жерде ақша көп екенін кәдімгідей соны көріп келе жатқан сияқтымын да. Сол туралы енді біраз кішкене айтып берейін. Енді мына біздің зумымызға келіп жатқан бәрі өзіміздің партнерларымыз сияқты. Енді менің өмір тарихымды былай білесіздер де, иә. Біз енді Ерлан екеуміз осы сетевой бизнесқа келгеніміз, традиционный бизнес жасадық, сетевой бизнесқа да келген мен болатын бірінші. Ерланның кішкене басын басқа жаққа қарай бұрайын деген сияқты. Енді ол сетевой бизнестан да біз жаман болғанымыз жоқ, оқып үйренгеніміз өте көп болды. Енді бұл жерде бұл сетевой бизнес болсын, біздің қазіргі интернет бизнесімізге міне келгенде біздің бұл жерде адамдарменен біз жұмыс жасаймыз, иә. Адамдармен жұмыс жасағаннан кейін қарым қатынас ең бірінші. Мен айтам, адамменен қарым қатынас. Біздің жүрегіміз таза болу керек. Біздің жүрегіміз, біздің ниетіміз таза болу керек. Бізге әртүрлі адамдар келеді, достар. Айтады ғой, енді орысша айтқан кезде плохих людей не бывает дейді, но делает плохие поступки дейді, иә. Просто біз анадан туған кезде біз бәріміз баламыз, бәріміз де тәтті болдық, бәрімізді де жақсы көрді. Өсе келе өмірдің ағысыменен біз енді бір жаман қылықтар жасап қоямыз, иә. Сол сияқты әртүрлі адамдар келеді бізге, достар. Әртүрлі адамдар келеді. Мінезі ауыр адам да келеді, мінезі жеңіл адам да келеді, жақсы сөйлейтін адам да келеді, жаман сөйлейтін адам да келеді, иә. Бірақ та біз солардың барлығына осы бизнесте жүргеннен кейін біздің жүрегіміз ашық болу керек екен. Мен ең бірінші соны түсінгенім, қай жерде жүрсек те біз өзіміздің айтады ғой, эго дейміз. Эго дегеніміз бізде мысалы үшін эго деген ол бәрі, иә. Мысалы үшін біреудің жанында тұрып, менің көйлегім жақсы, әдемі екен, мына кісінікіге қарағанда деп ойлап қалсаңыз, соның өзі эго болады, достар. Сол сияқты мысалы үшін, ой, мен жақсы істеп жатырмын мына бизнесті, анау немене қылып жүр деген сияқты ой болып қалатын болса, ол да біз адамның эгосы дейміз. Өзімізді кішкене немізді көтеріп тұрмыз, иә. Сондықтан, достар, бұл жерде қарапайымдылық, жүректің тазасы, жүректің ниетіміздің таза болған кезде біздің осы жердегі құрып жүрген бизнесіміз, осы бепик компаниясында бізде тем более, иә, достар, біздің бепик компаниясы сондай прозрачный, сондай таза бизнес, иә. Вот сондықтан біз өзіміз алдыға қарай ұмтылып, өзіміздің ішкі состояниемізді әр адам өзі жөндейді, достар. Әр адам өзі жөндейді. Сіздерге ешкім келіп жөндеп бермейді. Мен просто мысалы үшін қазіргі өзімнің состояниемді ғана сіздерге айтып бере аламын. Одан кейін сіздер оны ары қарай қолдану керексіздер. Или болмаса өздеріңіз заставлять етіп соны жасауымыз керек, иә. Енді біздің компаниямызда, біздің командамызда өте күшті спикерлар көп. Білімдері де жақсы сөйлейді, әдемі жеткізе алады. Енді мен енді ондайдардың қатарына жаттым деп өзімді айта алмаймын әлі де. Өйткені оларға жету үшін, мысалы үшін, жақсы жеткізе білу керек, иә. Вот сондықтан енді менің қазіргі состоянием, мен даже енді қарап жүрем ғой, қарап жүрген кезде
енді 20 жыл уже 20 жылдай сетевой бизнеспенен қосқан кезде міне біз осы интернет бизнеспенен мына бепик компаниясыменен 20 жылдан асып кетіпті. Оказывается, біз адамдармен жұмыс жасағанымызға жақсыны да көрдік, жаманды да көрдік, құладық та, тұрдық та, соның барлығына мойынсынбай мен сондаймын деп айтуға болмайды екен. Мен соны түсіндім. Одан кейін достар, иә, мына біздің компаниямызда міне біздің өнімдер, иә, өнімдер қандай күшті. Енді біз басқа компанияда істеген кезде мына жерде міне менің дәл алдымда Зықия апай отыр, бізбен бірге сол жерде болып, сол өнімдерді ішіп көрген, иә. Ол да жаман емес, ол да жақсы, иә. Бірақ та ол өнімменен біздің Елер-8-дің айырмашылығы жер мен көктей. Жер мен көктей болғандықтан бізде мына жерде менің өзімде сондай күшті результат болды, иә. Енді мен бадыларды шын айтқан кезде тонналап іштім деп айтуға болады. Өтпей қалған бадылардың барлығын мен өзім іштім деп айтуға болады, иә. О жердегі менің қателігім мынандай болды. О жерде, мысалы үшін, біз қазір активация жасаймыз ғой, айына сол бір 132, енді ең патологы $137 біз активацияны жасаймыз ғой. Ал біз ол компанияда біз $300 жасайтынбыз. $300 жасайтынбыз да, ол кезде жақсы сияқты болатын. Одан кейін алып бір кезде $1000 қылып тастады. Сол кезде менің қателігім, ай сайынғы активацияның продукциясын үйге әкелген кезде активация жасап, мысалы үшін ең бірінші мен бұны кімге сатам деп мен айтатыным. Бұны кім алады? Мен оны қазір одарға осындай, олар арзан өнімдер емес. О жердегі өнімдер де арзан емес деп айтайын дегенім, иә. Ананы алады, алғаннан кейін ода результат болмаса қайтем. Оның ақшасы далаға кетсе қайтем. Ода алатын ақшасы бар ма екен, жоқ па екен деп адамдарға мен өзім ойыммен өзім уже алдын ала не шығарып тастаймын. Үкім шығарып тастаймын ғой енді. Мысалы үшін, ол ала ма, алмай ма, оған результат бере ма, бермей ма, ертең бермей қалса оның $300 қайда кетті, $1000 қайда кетті менен алып алған өнімдерден. Өйткені достар, о жерде менің өзімде сондай жақсы результат болған жоқ. Өйткені білмеймін, енді бір жаман аурулардан мүмкін сақтаған шығар деп ойлаймын. Бірақ та менің сол артық салмағы, менің қан қысымы, мендегі протрузия, мендегі геморрой кетпеді. Енді ең бір жақсы дегенім, қатып қалдым, иә? Ерлан, қатып қалдың ба? Иә. Енді мен сөзің естіліп тұр нормально. Сөзің естіліп тұр нормально. Иә, сөзің естіліп тұр ма? Иә, мына интернет кішкене дұрыс болмай жүр, иә, қазіргі кезде. Сол кезде мен мысалы үшін адамдарға өзім үкім шығарып тастадым, иә. Менің денсаулығымда сондай неге қатып қалды? Так, Райгүл естілмей қалды. Қане сөйлеші, Райгүл. Иә, мен көрінбей де қалдым, иә. Так, 4G-ға переключи, 4G-ға. Wi-Fi-ды отключи, нормально көрсетіп кетеді. Мен Wi-Fi-сыз отырмын ғой. Негізі интернет дұрыс болмай жүр, негізі. Жоқ болып қалдың, иә, вообще? Нормально, қазір. Мен өзім қап-қара болып тұрмын. Энергия деген осы міне. Қазір мен жөндеп беремін. Райгүл, дауысың естіліп тұр, айта бершейші. Өзімді көрсең айтқан не интерес? Менде екен. Сен қайдан көресің? Жоқ, көрініп тұрсың. Жарайды, ол энергия деген зашкаливает. Может быть, сол энергиядан да болып тұруы мүмкін, иә, достар? Шынымен де энергия зашкаливает менде. Кәдімгідей зашкаливает. Енді қай жерге келіп едім? Сол кезде мен өзімнің результат сондай енді жақсы көрмегеннен кейін мен адамдар үшін өзім шешім қабылдап жүріппін. Состояние мүлде болмаған ғой.
мүлде состояние болмаған, в общем енді орысша айтқанда за кого-то решала, я шынын айту керек. Содан кейін бизнес та жүрмейді. Саған адамдар да келмейді, кісі де жазылмайды. Сенің энергияңды көріп тұрады, сенің энергияңды біліп тұрады. Қазіргі заманда тем более, бұрында енді ол кішкене ақырынырақ білінсе, қазір иә достар, не ойлайсыздар? Қазір не айтасыздар? Сол моментпен орындалады. Сол үшін тек қана жақсы ойлап, жақсы сөз айтып, жақсылықпенен ғана айтып, міне менде күшті болып жатыр. Міне мен қазір істеймін, маған кісілер келіп жатыр, менің өнімім күшті өтіп жатыр деген сондай өздеріңізге мына установкаларыңызды, нелеріңізді сондай мағынаға ауыстыруымыз керек. Мына біз өзіміздің енді мышлениеміз, ойымызбен енді ол туралы бізге Айжан ханым өте керемет сабақтар жүргізеді, иә. Вот сонда енді мынау бүгін біздің эфир күшті болды ғой. Иә, эфир деген керемет болды. Содан иә достар, вот көрдіңіздер ме, мен бүгін дайындалған жоқпын, иә. Өзі қалай поток келеді, солай мен айтып берем деген болатынмын. Соныменен енді энергия деген осы маған да соны көрсетіп тұр, иә. Мүмкін отырып дайындалуым керек пе еді, қағазға жазуым керек пе еді, одан кейін кішкене фокус жасауымыз керек, иә. Вот сондықтан достар, иә, вот энергия деген осы біздің ішіміздегі состояние дейді. Қазіргі таңда, мысалы үшін мен өзімді өзім кішкене алдыға жылжытып, ары қарай состояниемді өзім түсіну үшін біз міне қазір Ерлан Бөгенбайұлы екеуміз тренировкаға барып жүрміз ғой. Тренировканың өзінде, иә достар, егер де сенің фокусың сол тренировкада болмаса, сенің мышцаларың, сенің ағзаң өзіңе бағынбайды екен. Қызық, өзіңе бағынбай қояды екен да, сен істеп жүрген нәрсеңді, мысалы үшін шарша қаласың ба, істегің келмей қалады. Одан кейін соның барлығын сондай болған кезде сен уже бүйтіп ойлайсың. Осы тренировка маған не керек? Менің жасым уже 57-ге келе жатыр. Ақырын бүйтіп қана бүйтіп жүре берсем қайтеді? Осыған келгенде көрдіңіздер ме? Мына внутренний біздің өзіміздің ішіміздегі дауыс бізге сондай нелерді береді. Не істеп жүрсің? Ой, ролигіңді қоймай ақ қой, несін қоясың оны? Жарайды, бүгін жарайды, күн өтіп кетті, енді ертең мүмкін қойсам қоятын шығармын. Ертең айтасың, ой, бүгін қоятын ролик жоқ, мен роликта түсірген жоқпын, немене айтамын оны? Одан да мен жарайды, ертең істеймін. Келесі күнге қалтырамыз, иә? Осы состояниемен бізде сөйтіп жүре береміз. Енді мен өзім не өстіп наблюдаттаймыз, енді қараймыз ғой бірімізге біріміз. Өстіп зум сабақтар болады, мысалы үшін, иә? Зум сабаққа кіреміз. Сол кезде мен көп адамдардан беттерінен просто эфирға қарап отырғандарын ғана байқаймын. Просто. Иә? Ертеңгі күні естіп алғаннан кейін, иә, жақсы екен, ана Райгүл істеп жүргенді істесем жақсы болар ма еді? Елена Құралай істеп жатқанды мен де істегім келеді. Жарайды қойшы, одардікі, наверное, одар жақсы ойлары, идеялары күшті болу керек. Одар сонан кейін істеп жатқан болу керек. Мен ертең істей салам дейді. Соныменен бізден ешқандай энергия шықпайды. Сонымен біз алдымызға мақсатымызды, жаңағы қойған мақсатымызға әне жетем, міне жетем, жүре береміз. Жүре береміз, иә достар? Сондықтан біз өзіміз өзгертуіміз керек. Өзіміз өзгерткен кезде, мен де мысалы үшін осы компанияға келген кезде, бас кезінде менен денсаулыққа келдім ғой. Денсаулыққа келіп, бәрібір де ар жағымнан ақша тапса ғой деген сияқты ой болатұғын. Бірақ та мен бәрібір қосыла алмай жүрдім. Ерланға айтам, сен өзің жасай берші, мен енді результаттарым болып жатса, мен айтып, енді результаттарымды айтып беремін деп. Бірақ та менің өзім қазіргі кезде мен өзіме рахмет айтатыным, мен Ерлан немен істеді, соны істей бердім. Ерлан қайда барады, мен де барам. Ол немен істейді, мен де істеймін. Содан кейін енді көп адамдар, мысалы үшін күйеулеріміз бар, әйелдері бар, иә, бизнесқа келген кезде енді семья болғаннан кейін, семьяда барлығының ойы бір жерден шықса тоже жақсы, иә. Сол кезде, мысалы үшін, Ерлан, мысалы үшін, мен енді бұрын әйелі сияқты қарап, өзім енді анау ақша керек, анау сөйту керек, мынау бүйту керек деген сияқты бір нәрселерді алдын ала айтып қойып, сөйтіп жүретін болсам, мен қашан өзіме решение принимать еттім, иә, мен Ерланды как наставник бизнесімда
как наставник өзім қабылдаймын деп. Как наставник қабылдаймын деп өзіме өзім сөйтіп айтып, оны мен бірнеше күн қайталап, қайта айтпаса өте қиын достар, өте қиын, иә. Мысалы үшін оған уже сен алдын ала бір нәрсеңді айтып жібергің келіп сөйтіп тұрады, иә. Сол кездерде өзімді тежеп, жоқ, менің наставнигім, как наставник я буду мен воспринимать етем деп сөйтіп өзімді өзім нете бастадым ана. Қалай айтады? Воспитать ете бастадым. Қалай мен солай шешім қабылдадым, солай менде де өзі результаттар, жақсы бір нелер өзім маңайыма келе бастады, иә. Ең бірінші, мысалы үшін Ерлан, давай Райгүл, бар, ес дегенді айтайық деген кезде мен айтам, ол қазір жоқ болып тұрса, мен қалай айтам ол ес деп, айта алмаймын деп. Одан кейін сөйтіп қалай мен как наставник деп өзім воспринимать етем, өзімнің наставнигім деп қабылдаймын деген кезде мен айттым, жоқ, сопротивление болмау керек, айтты ма істеуім керек деп өзімді өзім ес бар деген сияқты неге өзімді үйрете бастадым. Соныменен жаңағы мына соцсетидар шыққан кезде, тикток шыққан кезде, барлықтары мына тиктокқа шығып стримдарын өткізіп жатқан кезде мен бүйтіп шеттерінен қарап жүретұғым ғой. Біріне бірі қандай күшті міне болып жатыр, келіп жатыр, 10 кісі кірді, 5 кісі кірді деген кезде сол жерде жүріп мен аламда қызығам. Өйткені менің результатым жақсы ғой, бұл жерден алған результатымды айтқым келеді. Одан еще мен шақырып алады, кел айт деп. Содан кейін барып айтып берем, сөйтіп жүріп Ерланнан өзім сұрадым, маған магазин ашып берші, мен өзім шығайын, өзім айтайын деп. Сол кезде опять же, иә, мен өзім ответственность алдым, өзімнің стримімді жүргізем. Қазір мысалы үшін бас кезінде бірінші келген кісілер мысалы үшін қалай шығам, немен айтам деп уайымдайсыздар, иә. Ондай менде де болды. Жылап орнымнан тұрып кетіп қалған кезім де болды. Не айтарымды білмейтін кез де болды. Бірақ та алдымда қайта айландыра берем. Сол бір немді алған денсаулығымды бүйтіп айландыра берем, айта берем. Бірақ айтқан сайын айтады ғой, профессионализм өзі келеді деп. Сол сияқты айтқан сайын уже сөздер де көбейеді, уже басқа да уже результаттар бар. Соныменен қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, иә, стримді мен как профессионал жүргізем, шын айтқан кезде. Ойып тыңдап отырады кірген кісілер, иә. Вот, сондықтан достар, иә, сөйтіп бір өзім мен жоқ, мен өзім істеймін. Өзім істеймін, менің ішіме кіріп, маған ешкім істеп бермейді. Иә, жақсы, маған Ерлан нанға береді, тамаққа береді, киімімді алып береді. Бірақ адамның өзінің ақша тапқаны жақсы ғой. Қандай жақсы өзің ақша тапқан. Өзіңнің ақшаң болса, сен мысалы үшін жарайды, енді жолдасыңдікі бөлек. Сен өзіңді болса, өзіңнің тапқан ақшаңды с любовью бересің. Балаңа берсең де, немереңе берсең де, алып берсең де, бір жерге барам десең де, өзіңе бір нәрсе алам десең де, сен уже білесің өзіңнің еңбегіңмен келген нәрсе екенін. Вот содан мен достар, иә, өстіп стримға шығып мына денсаулық туралы айта бастадым. Бірақ та бәрібір де іздене бердім. Мына менің инстаграмым бұрыннан енді 2018 жылдан бері құрылған инстаграм бір 3500-дей ма кісіменен, енді оның ішінде ол ана живой кісілер емес, просто живой кісілер бір 500-дей ғана болды ғой деймін, қалған 3000-і өтірік кісілер болған. Бот дейді ғой, өтірік кісілер. Содан ол тұрады, мен оған просто бір нәрселерде енді тойға барғанымыз, андай жүргенімізді саламыз. Сөйтіп жүрдім. Сол кезде мына кішкене түсінбедім мына нені. Соцсетида істеп жүрміз ғой біз. Сол үшін достар, иә, кішкене соцсетидарды оқып үйренген дұрыс екен. Оқып үйреніп, қалай істеу керек. Қазір заманға қарап тұрсаңыздар достар, кәдімгідей зуылдайды ғой, иә, уақыт деген зуылдайды. Неше сияқты нәрселер бар, иә, соның бәрін біз үйренуіміз керек. Үйренбесек, көштен қалып қоямыз. Қазір мен мысалы үшін өзімнің сверстниктары недерін WhatsApp-тан басқа ештеңкені де білмейді. Просто ашып қойған Instagram, ашып қойған TikTok-тары, иә, даже сол жерге немеле салударын да білмейді, шын айтқанда. Біреулердікін алып сала салады, біреулердікін алып жібере салады, иә. Содан мына нені Fuel Taps'ты Талғат айтып жүрді ғой бізге. Fuel Taps деген күшті
бір реттен мен түсінем, иә, Fuel Taps жақсы екен. Бірақ та біз енді көлігіміз жоқ болғаннан кейін кішкене айта алмай сөйтіп жүрдік. Бірақ та көлікті алғаннан кейін уже шыныменен де салып қолданып көргеннен кейін менде бір қызығушылық пайда болды, иә. Қызығушылық пайда болды да Талғат, шынымды айтсам, Талғатқа поддержка берейін деп мен негізі бастап кеткенмін бұл нені Fuel Taps'ты. Содан роликті келе жатып Ерлан екеуміз роликті жаза салдық та мен ТикТокқа сала салдым, одан кейін Инстаграмға сала салдым. Сол бір роликтан мына рекке шыққан дегенді мен сол кезде ғана түсіндім ғой. Рекке шыққан дегенді мен сол кезде ғана түсіндім. Күнде кісілер звондайды, күнде кісілер алып жатыр, кіріп жатыр. Менің Инстаграмым уже 9000 кісіге жақында қалды. Уже 9000 кісі жиналып қалды осы Fuel Taps'ты бастағаннан бері ғана, иә. Вот көрдіңіздер ме? Вот сол үшін мына біздің мына Бепи компаниясының беріп тұрған мүмкіндігі күшті ғой. Кәдімгідей күшті достар, кәдімгідей ақша көп. Хесус Альварестің өзі де айтты ғой, иә, біз сендерге қандай күшті біз не береміз, өнімдер де күшті, алыңдар да істеңдер, делайте, берите, ақша істеңдер деп, иә. Акцияларында беріп жатыр мысалы үшін. Мен қазір шынымен де Fuel Taps'ты продвигать етіп жүрмін ғой, Fuel Taps'ты, иә. Күнде маған бірнеше кісі келіп алады, жан жақтан да алады, почтамен да жіберемін, звондап жатады. Именно рекке шыққан кезде адамдар сохранять етіп алады екен өздеріне. Онан кейін адамдар біріне бірі береді екен. Қараңыздар, біз бұрын сетевой бизнеста жүрген кезде ана туысыңа бір айтасың, мына туысыңа бір айтасың, сен байыбаш, содан кейін келеміз дейді. Класстастарыңа, достарыңа айтсаң, ой, сен көр, содан кейін біз көреміз дейді. Олардың бәрі әлі көріп жүр. Әлі көріп жүр, әлі қарап жүр, әлі сол қалыптары әлі күнге дейін солай жүр. Олардың жанында мен мысалы үшін намного көп уже енді опять енді кішкене мүмкін егам қосылып отырған шығар, бірақ та менің уровенім бәрібір де сол жанталасып, Инстаграмды үйреніп алайыншы, жанталасып, ТикТокты үйреніп алайыншы дегеннің арқасында осы мына интернет бизнес, осы сетевой бизнестің қандай күшті екеніне мен қазір түсінем, достар, иә. Қазіргі кездегі менің ішімдегі состоянием шыныменен де ақша, иә, достар, келе береді. Соған ашылыңыздар, жүректеріңізді ашыңыздар. Құр қарап отыра бермеңіздер. Ол құр қарап отыра берсең, сол менің ана класстастарым, менің достарым, туыстарым сияқты қарап отырасыңдар. Мен де жалғыз Гаухарға ғана рахметімді айтам, иә. Мына Гаухар Болғанбаева менің сіңілім болады, менің апайымның қызы, иә. Міне өстіп, менің результатымды көріп, мен де алып ішіп көрейінші деп алып ішкеннен кейін, бірақ та ол ешқайда кетпей, осы зумда ұқсын, ұқпасын, Инстаграмды мүлдем ұқпай тұғын, ТикТокты мүлдем ұқпай тұғын, кімді қайда қойып, кімді қайдан алып, қайда салу керек екенді ноль болады тұғын. Кәдімгідей оқпаймын мынаны деп шығатын, иә. Бірақ та міне осы зум сабақтан қалмай, зумнан қалмай, постоянно міне менің алдымда отыр ғой, сөйтіп отырған сияқты тыңдап отыра береді. Қараңыздар, қазір қандай күшті результат. Даже на автомате 4/4 жабылады, достар. На автомате. Вот көрдіңіздер ма? Вот сол үшін адам уже кішкене ақшаның шетін көріп, ақшадарыңызды енді 2/2 азғанақ, 3/3, 4/4, 5/5 содарды жаба бастаған кезде, ақша келе бастаған кезде жүректеріңіз ашылады, энергиядарыңыз көбейеді, достар. Ақшаны айтады ғой, ой, ақшаға байланып қалған ба, сөйткен ба, бүйткен ба деп айтып жатады. Бірақ та ол ақшаға байланған емес. Ақшасыз өздеріңіздің өмірлеріңізді ойлап көріңіздерші, не боламыз. Біз үйден шыға алмай қаламыз ғой. Үйіңнің іші қора болып кетеді, потому что сен төлей алмайсың. Светіңді төлей алмайсың, жылуыңды төлей алмайсың, газыңды төлей алмайсың, көміріңді сатып ала алмайсың. Бала шағаңа наныңды, сүтіңді жеп отырған тамақ немене боласың? Ақша сонда энергия береді адамға. Ақша керек бізге. Біз енді ақшаға айтады ғой, просто бізде енді неде де бар ғой, Алла тағалаға айтады ғой, мені мысалы үшін тауып отырған табысымды дейді, уысымнан шығара көрме дейді, бірақ та жүрегіме түсіре көрме дейді. Уысымнан шығарма деген менде болсы екен деген сөз. Менде болсын ақша, келсін. Ал жүрегіме түсірме деген, ол ақшаның буыменен менмендік,
біреуді менсінбеушілік деген нәрсе болмау керек бізде достар, потому что біз адамдармен жұмыс жасаймыз, біз даже түрімізден көрсетпеуіміз керек, біз қарапайым болуымыз керек. Вот сол кезде бізде бәрі болады достар, иә. Вот енді жаңағы осы мына Инстаграм, ТикТокта менде осы роликтарыңыз ерінбеңіздер, жасаңыздар, салыңыздар. Өзіңіз түсіре алмайтын болсаңыз, міне біз жасап жатырмыз, иә. Маған бәрібір менің түрім қандай болып тұр, қандай киіммен тұр, мен алам да сала берем. Адамдар қарапайымдылықты бәрібір жақсы көреді. Қазір енді мысалы үшін сен өзіңнің бетіңді көрсетіп түсіріп тұрасың, иә. Енді өздеріңіз мысалы үшін түсіре алмай жатсаңыздар, біздің қолымызда бар материалды біз қызғанбаймыз. Алыңыздар да сала беріңіздер. Өздеріңіздің номер телефондарыңызды қойыңыздар, өздеріңіздің аты жөндеріңізді жазыңыздар да, Инстаграмға да қоя беріңіздер, рилстарға қоя беріңіздер, ТикТокқа да, енді ТикТокта білмеймін, енді ол жерде кішкене келіспейді, но Инстаграм достар, иә, Инстаграм, Фейсбукқа қоя беруге болады. Бізден алып, міне Құралай қандай күшті жасайды. Содан кейін достар, иә, мен бір айтайын дегенім, мына бізде Жазира, иә, Төлешова Жазира сабақ өткізіп жүр ғой, өте керек сабақ, өте күшті достар. 15 мың теңге, 20 мың теңге деген түк емес екен. Оказывается, біз өзіміз үшін, өзімізге біз өзімізді жақсы көріп, соған біз ақша құюымыз керек екен. Мысалы үшін Жазирадан сол 15 мыңға сатып алыңыздар да, соны үйренсеңіздер, сіздерге еселеп келеді, екі еселеп келеді. Иә, ол енді Жазираға да жақсы, сіздерге де жақсы, иә. Күшті нәрселер үйретіп жатыр. Біз білмейтін нәрселер көп екен, иә. Бір жерден алып екінші жерге салу керек, текст қою керек. Сондай бір моменттарды, нюанстарды керемет үйретіп жатыр, керемет күшті үйретіп жатыр. Қазір екінші потоктағыдар тоже уже үйреніп жатыр, иә. Мен и то до конца әлі жете алмай жүрмін, потому что некогда сол алдыңғы үйреткеніменен қазір істеп жатырмын, күнде роликтарды, күндерді нетеміз, иә, фейлтапспен істеуіміз керек достар. Любой айтады ғой, Болатты қысып тұрған кезде урдаушым еді, нем дейді, бір мақал бар еді ғой, бей сталь пока горячо дейді, иә. Вот сол сияқты бізге беріліп тұр, елебей беріліп тұр, фейлтапс беріліп тұр. Енді бұл фейлтапсты айтып кетті мына Райгүл, ЕЛФ-қа қарамай қойған деген емес достар. Фейлтапсты алып жатқан адамдар қазір ЕЛФ-ті сұрап жатыр. Мен алам, мен бұрын мысалы үшін Айжанға, Бибігүлге қарап таңертең тұрып ЕЛФ-ті ішіп отырғандарын, неше жыл болды ғой деймін, соны ерініп істегім келмей тұғым, істей алмай тұғым, істемей тұғым. Тұрып алам да сол начинкаменен ішіп алып кет қалатұғым. Қазір тұрам, жуынып алам, футболкамды киіп алам, келем де сторисқа, Инстаграмның сторисына обязательно ЕЛФ-ті ішіп отырғанды салып жүрмін. Байқап жүрген шығарсыздар, иә? Ал зато мен лентамда фейлтапс қараған кісілер ЕЛФ сұрап жатыр. Сол сияқты біз ЕЛФ-ті де өткіземіз, акцияларды да өткіземіз, Б-кардионы да өткіземіз. Еркек адамдарға Б-кардио керек жоқ па? Керек қой, иә? ЕЛФ керек қой? Керек. Мен айтам, көліктеріңіздің ішіне ЕЛФ таса қойыңыздар, фейлтапс таса қойыңыздар деймін. Фейлтапс сіздердің бензиндарыңыздың качествосын жақсартып, бензиндарыңызға экономия жасап, ақшадарың қалтадарыңда қалады деймін. А ЕЛФ-ті деймін, жолға шыққан кезде ішіп алыңдар деймін. Ішіп алған кезде ұйқыдарыңды ашады, ұйықтамайсыңдар, бодрый боласыңдар, шаршамайсыңдар, қарындарың ашпайды деймін. Вот екеуі де керек, иә? Екеуі де керек шоферларға. Содан кейін достар, менің байқағаным, біз енді денсаулыққа өзі жасушалы өнімдерімізді айтып жүрген кезде, мысалы үшін редко, иә, денсаулығы әбден уже денсаулығы кеткен адамдар ғана саған звондап, ішіп көрсем болса ма деп сұрайды, иә. Вот сондай бірең сараң болған, соның өзінде біз бизнес жасадық, иә. Ал енді қараңыздаршы, қазір фейлтапспен менде больше процентов мужчин смотрит, звонит. Денсаулығы емес, көліктің денсаулығы одарға важнее, оказывается. Вот көрдіңіздер ма? Бізде екі көзер бар достар, екеуі де көзер. Фейлтапсты қолдана жүріп, біз ЕЛФ-ті де өткіземіз, Б-кардионы да өткіземіз, акцияларды да өткіземіз. Осы салада біздің жұмыс жасай беруіміз керек, иә. Енді өте керемет, тағы бір бізде енді біздің жұмысымыз осы интернетте болғандықтан, енді система, иә, системамыз біздің 2 на 2 системамыз бар ғой. Сол сияқты достар, даже менің офисім кухня болсын, иә, кухня болса да, менде системно
өзім таңертең тұрам, кухняма кірем, елебімді алам, елебімді ішем, благодарностімді жазам, тиктогымды қосам да стримді өткізем, одан тұрам да тамағымызды ішіп алам, тренировкаға кетем. Менің өзімде система, адамның, әр адамның өзі. Оны енді планирование деп айтып жатады, бірақ та өздеріңізге сол системаны істеп алсаңыздар, өздеріңізге жеңіл болады. Сіз уже білесіз, неменеден неменеден істеу керек, даже мысалы үшін бір жаққа кетіп жатсаң, сен уже білесің, үйде фуйл табысты қалтаңа салып ала кету керек па, сумкаңда жүру керек па, или үйдегі кісіге беру керек па. Вот соның барлығы енді жоспарланып, бір системаменен жүріп отыратын болса, шынында да система деген біз өзімізді шынында дисциплинаға үйрету ғой, дисциплинаға үйретуіміз, Вот сондықтан достар, енді менің өзімнің қазіргі кезде ішімдегі энергиям, мысалы үшін, қараңыздар, мен істеп жүрмін, болмай жатыр, мен 1 жыл болды ішіп жүрмін, ешқандай результатым жоқ деген сияқты клиенттер болады. Сөйтіп тұрын, бүйтіп тұрын деген клиенттер болады, өзіңді арасында содарға еще беріліп кетуің де мүмкін, шынымен болыспай жатыр ма деген сияқты. Ондай кезде сілкініп алыңыздар да, жоқ. Өздеріңіз айтыңыздар, жоқ. Бұны шығарып жатқан ученыйдар, одар бір аспаннан, көшеден бір келе салған адамдар емес қой. Мысалы үшін иммунокодты 30 жыл бойы разработка жасаған. Ол жерде қаншама еңбек жатыр. Сол сияқты фуйл табысты, сол сияқты электр, соны істеп отырған ученыйдардан, сіздің бір 5 күн ішіп, болыспай жатыр деген адамның екеуі жер мен көктей ғой, түсіндіңіздер ғой, жер мен көктей. Вот соны ойлаңыздар, даже фуйл табысты да, болыспай жата, болса ма, болыспай ма, сөйте ме, бүйте ме деген кезде, мен алам да вспоминаю, кәдімгідей, Проан компаниясының басшылығы, формулятор бізге шығып, обучение берді ғой, мен айттым, егер ол өзі бізге шығып, соны бізге өзі айтып тұрса, мен қалай даже әлі күнге де салып көрмеген адамға сенуім керек, енді біз адамбыз, пенде болғаннан кейін біз ондайға беріліп та кетуіміз мүмкін. Сондай моментта өздеріңізге стоп деңіздер. Жоқ, стоп. Біздің Бепиктің өнімдері күшті. Біздің Бепиктің беріп отырған мүмкіндігі күшті. Табысымыз күшті, действительно күшті достар. Просто соған жетуіміз керек. Соны істеуіміз керек. Сол үшін біз өзіміз мотивация жасап отыруымыз керек, Оны ешкім сіздерге мотивация жасамайды. Мен міне айтып отырмын ғой, мысалы үшін. Айтып отырмын, просто мен өз мотивациямды айтып отырмын сіздерге, Енді сіздер менен аласыздар ма, алмайсыздар ма? Опять же, это сіздердің өздеріңіздің шешімдеріңіз болады, Сондықтан достар, қазір фуйл табыс өте күшті өтіп жатыр. Күшті достар, кәдімгідей жаңа шыққан өнім сияқты өтіп жатыр. Неге мүмкіндікті қолданбасқа, Вот міне Ерлан қашан өткізеді? Бір четверг күні ме, бір күні күшті сабақ өткізеді. Максимально кісілеріңіздің, жай жүрген адамдарыңыздың бәрін кіргізіңіздер Zoom-ға. Бүгін мысалы үшін міне қазір міне Zoom-да отырсыздар, енді менің энергиям мүмкін ораза болғаннан кейін адамдар мүмкін аз кіріп жатқан шығар, но ничего страшного, бәрібір де кімге керек, сол адамдар отыр. Кімге керек, сол адамдар отыр. Енді ары қарай, мысалы үшін, 11-де, 12 апрельде бізде бизнес-интенсив болады, Бұл бизнес-интенсивқа, мысалы үшін, енді біз, мысалы үшін, Ерлан екеміз, өзіміз осы бизнеста жұмыс жасағаннан бері, бізде свободный деген нәрсе бар, сөз бар. Біз адамдарға нажимать етпейміз. Сен қайтсең де кел, кредит алып келесің бе, келмесең болмайды деген сияқты біз ондай әңгімелерді айтпаймыз. Келмесеңіз жарайды, келінбей қалды. Ничего страшного. Но бірақ келуге тырыссаңыздар, келіп көрсеңіздер, менің бизнесім осы бизнес-интенсивтан басталған 23 жылы Дэн Патней біз Ғалияларға қосылған кезде, Ғалия молодец, моментті сап еткізіп ұстап алды да, Ерлан мен Болаттың келгенін пайдаланып, Дэн Патнейға сен кел Қазақстанға деп шақырып алды. Қоймай жүріп шақырып алды. Сол кезде даже менде де бір сомнение болған, бұл компания бола ма екен, болмас па екен деген сияқты. Сол кезде мен өзіме бүйтіп айттым ғой, егер Дэн келсе, Дэн Патней,
сахнада тұрып сендер мен сендерге көмектесем, мен істеймін, бұл компания ары қарай процветать етеді деген сөзді айтса, мен вообще күшті, мен бұл компанияға преданный болам деп мен өзім ішімнен айтамын ғой енді. Сол кезде до победного до конца біз тостық, иә. Соның өзінде қараңыздаршы, препятствие дейді ғой. Ана препятствие дейді, Денпатный самолеты задерживать етіп отырып, келіп отырып, кешкі сағат 6-да келді. Кешкі сағат 6-да келді. Сол кезде біз ол Деннің келіп бізге выступать етіп, подарка андай-мындай бізге не важно было. Маған не важно было. Маған важно было Деннің сахнаға шығып, мен келдім, если вы готовы, я готов деген сөзі, сол сөз ғана маған күшті мотивация берді ғой. Содан бері мен кәдімгідей бір күшті бір жерде жүрген сияқтымын, өзімді сондай состояниеде ұстаймын, иә. Өзі енді ол кісілерге сенбеу мүмкін емес, өйткені қарап отырсаңыздар, не обучениедер де өтіп жатыр, обучение кездерінде қалай ол өзін ұстайды, иә. Қараңыздар, қандай грамотный, бүкіл продукциялардың составын еще қалай жасалынатынын профессорлардан күшті біледі. Президент, иә. Сондықтан достар, біз өте күшті жерде жұмыс жасап жүрміз, өте күшті жер, күшті бизнес. Енді Алла тағала енді мына әлемдегі болып жатқан нәрсені, бірақ та біз бәрібір өзіміздің жүрегіміздегі махаббатпен жеңкетеміз. Өйткені даже пандемия болған кезде біздің өнімдер келіп тұрған, білесіздер ме? Өнімдер келіп тұрған, біз сол өнімдерді сатып, содардың арқасында біз ақшасыз болған жоқпыз. Елдің бәрі ақшадары біткен кезде бізде наоборот ақша болып отырған. Ақша болып отырған, достар. Сол сияқты ештеңкеден қорықпай, сомневаться етпей, наоборот, верамен, жүрегіміздегі мына сенімділікпенен, ары қарай махаббатымызбенен жұмыс жасап, адамдарға айта берейік. Біз адамдарға көмектессек, өзімізге де көмектесеміз, адамдарда да жақсы болады, өзімізде де жақсы болады. Когда бәріміз де жақсы болған кезде, бұл деген керемет қой. Мир спасем деген сол ғой, әлемді біз сақтаймыз деген. Енді Құдай сақтасын, бәрібір де дұға тілегімізді айтамыз ғой. Соның өзінде осындай біздің бизнесіміз бар, осындай өнімдеріміз бар, қандай күшті. Енді осы әлемдегі болып жатқан нәрсеге байланысты, мысалы үшін бензин өсіп жатыр, иә? Бензиннің бағасы қымбаттап жатыр, уже қымбаттап жатыр. Біз қандай пайда әкелеміз? Өздеріңізді біз адамдарға пайда әкеліп жатырмыз, пайда көрсетеміз деп өздеріңізді сата біліңіздер. Құр айта бермеңіздер, сату керек. Өзіңізді өзіңіз сатыңыз. Уверенно сөйлеңдер, уверенно айтыңдар. Күшті, салда жүр. Салда жүр, сол кезде күшті болады. Бірнеше кісі менен сөйтіп сомневаться етіп келген, мен айтам, неме қорқасың? Алда сал, көресің, бар болса бар, жоқ болса жоқ. Зато результаттар болып жатыр. Когда сіздер өздеріңіз қорықпайсыздар, қорықпай сатасыздар, когда қорықпай айтасыздар, сол кезде бұның барлығы, сол кезде эффектісі, сол кезде нәтижесі күшті болады. Өйткені, міне мына стақанның өзінде энергия бар. Бұның ішіндегі суда энергия бар. Бізде энергия бар, Елефта энергия бар, Фуэлтапста энергия бар. Көліктердің бәрі энергияменен. Энергия дегеніміз, мысалы үшін, таблетканы алып, қорқып барып бензинге бүйтіп салған адамдардың көліктері де бүйтіп қорқып жүреді. Көрдіңіздер ме? Қорқады көліктері. Нәтиже көрсетпейді, дірілдеп содар сияқты. Энергия деген сол ғой. Сен смело қорықпай, мынау күшті болады деп салсаң, күшті болады. Вот сол сияқты, достар, енді менің мотивациям қанша, ерлан? Нормально айтып жатырмын ба? Күшті, бәрі жақсы. Енді осындай, бұл нәтиже ғой, нәтиже. Мен енді результат айтқан кезде, мотивация айтқан кезде, шынымен де мына өмірді қуанып жүріңіздер. Қуанып, жан-жақтарыңызға тек жақсылық тілеп жүріңіздер. Жан-жақтағы адамдарыңызды, маңайыңыздағы адамдарды жақсы көріңіздер. Жаман көріп, жаман қылық жасап тұрса, айтыңыздар, оның өзі жасап тұр жаман қылықты. Бірақ та бұл кісі жаман емес. Алла тағала жүрегіне махаббат берсін деңізді, жүре беріңіз ары қарай, болды. Вот сол кезде біздің бизнесіміз де жақсы жүреді. Сол кезде біз өзіміз де жақсы боламыз. Енді мен мысалы үшін сол 30, 35, 45, 49 жасқа дейінгі менің түрім, менің состоянием, я мысалы үшін вся больная была, энергия жоқ, кешке дейін ақша жоқ деп ырбиып жылап отыратын, анаған алтын таққым келеді, ақша жоқ, жақсы киім кигім келеді, ақша жоқ,
әйтеу бір Ерланның берген ақшасын ертең нанға керек, бүрсігін балаға сүтке керек, сөйтіп бүйтіп қысып жүретұғым, шын айтқан кезде. Қазір ондай емес. Қараңдаршы, менің түрім қандай әдемі қазір. Иә? Түрім де әдемі, өзім де әдемімін. Ішімдегі жан дүнием де әдемі. Мен өзім әдемілене бастаған кезде менің маңайым, мен балаларым қандай әдемі, оказывается. Балаларымды сол сияқты ризамын деп айтыңдар. Балаларыма ризамын, күйеуіме ризамын, әйеліме ризамын. Осы өміріме ризамын. Аллаға шүкір, мына күнді көргеніме ризамын. Ішіп жеп отырған тамағым бар, ризамын. Ризамын деген сөзді айта беріңіздер. Сол кезде, мына кісі риза екен, мен бұған үйіп төгіп берейін деп, Алла тағала сіздерге үйіп төгіп береді. Сондықтан достар, жасыл бриллиант болу, жаңағы мен секретім, қазір осы фуйл табысты. Айта берем. Болса да, болмаса да мен ролигімді сала берем, айта берем, ролигімді сала берем. Мен Ерлан Бөгенбайұлын зеленый бриллиант қылғым келеді. Ерлан Бөгенбайұлы зеленый бриллиант болса, мен өзім черный бриллиантпын. Мен черный бриллиант болса, менің артымдағыдар уже голубой бриллиант, двойной голубой бриллианттар, қандай күшті. Вот сондай команданы бәрдеріңіз ертіп алып жүріңіздер. Вот соны мен сіздерге тілеймін. Сол енді мен бәрі айтайын дегенім осы, кішкене мотивационный болды. Мен енді негізі мотиватормын, мен мотивация ғана берелім. Рахмет, Райгүл. Ал енді звуктарыңды қосып жібер, обратный связь беріп жіберіңдер. Керемет. Мотивацияны өлтіріп бердің ғой. Молодец, Райгүл, жандырдың. Ішіңдегі отыңды көрсеттің. Ертең давай встретимся с тобой Алтынарде. Она где все автобусы стоят. Помоги мне продвинуться деп айтады дейді. Сондай қандай күшті сөйлейсің. Ой, молодец. Тебя не остановить. Да, действительно, ты красивая стала. Мына бетің бәрі приятная такая. Как девочка становишься. Мәстаған. Бұл енді сол состояние деп ойлаймын мен. Состояние радости, состояние счастья. Тренировка, и потом тренировка, и телефон қайта пойыл табыс бар ма дегенде, конечно, я понимаю, какое у тебя состояние. Достар, тағы бір айтайын дегенім, енді мен мына жерде, осы жерде отырған біздің бизнес партнерларымызсыздар ғой, мына эфирда отырып, осы Zoom сабақ өткізген кезде ұялмаңыздар. Кімнен ұяласыздар? Ана микрофонды ашып жіберіңіздер де бір-екі ауыз сөз айтып үйреніңдер. Кәдімгідей благодарность, өзіңнің ішіңдегі бір айтылайын деп тұрған сөзді мына жерде қылқындырып ұстап қалмаңдар. Шығарыңдар. Вот сол кезде жол ашылады, сол кезде жұмыс ашылады, сол кезде бәрі ашылады. Мына тамақты ашу керек. Вот сол кезде бәрі ашылады. Сол үшін микрофонды басып жіберіңдер де, любой спикерға, любой адам осы выступать етеді ғой, сол кезде үндемей отырып қалмаңыздар. Бір-екі ауыз сөз болсын, рахмет деп болсын айтыңыздаршы. Вот сол кезде өздеріңіз көресіздер, қандай күшті өздеріңіз күннен күнге, каждым разом, өздері сөз да көбейе бастайды, энергия да көбейе бастайды. Айтатын сөз, тос, андай-мындай болады ғой, сондайларды вообще күшті айта бастайсыздар. Сол үшін ұялмай, қарау, айтайын ба, айтпайын ба деп ерініп отырмаңыздар. Қазір ерінетін заман емес. Қазір ерінетін адамдарға ақша болмайды. Қазіргі міне осы даже міне 2026 жыл деп айтып жатыр ғой. Қазір кім іс әрекет жасайды? Даже міне тіліңізбенен қалай іс әрекет жасайсыз? Вот сол адамдарда болады, бар болады, бәрі күшті болады. Вот сол үшін сөйлеп, ұялмай сөйлеңіздер, айтыңыздар. Ана бүйтіп, ол бұрын менде ондай состояние болатын. Адам айтқысы келсе де, ар жағынан бір-екі бет тартып тұрады. Жарайды, айтпай-ақ қойшы, жарайды, қойшы деген сияқты. Жоқ, жарайды, қойшы, алып тастаңыздар. Давай, Құралай, жарайды, қойшыңды қой, сөйле, Құралай. Ол тиктокта сөйлеген бір бөлек, осындай бұнда сөйлеген бір бөлек. Мына жерде сөйлесеңдірші, дауыстарыңды естейік. Зікия, Құралай, сөйлесеңдірші. Райгүл ханым, рахмет. Біздің наставнигіміз Ерлан Бөгенбайұлына рахмет. Осындай зумды ұйымдастырып, бүгін енді қазақша мотивационный зум болды. Енді вообще күшті болды.
Былай қарағанда сіз енді айтып жатсыз ғой, мен өзім Ерланды күйеуім болса да, жолдасым болса да, оны наставник ретінде қабылдағаннан кейін менің жұмысым жүре бастады деп. Өте прям поучительный жаңа не да, күшті. С днем рождения. Сондықтан да сізге сәттілік тілеймін. Тыңдап отқан адамдардың барлығы да енді күшті не алған шығар деп ойлаймын. Жаңа енді мен сіздің мына зумыңызда амандық болса, қазір запись болса, мен балама жіберейін деп отырмын. Потому что мен былтыр балама осы фуилтапсты 2-3 рет алып бердім. Ол осы фуилтапсты 15 мыңнан сатты мына бір пачкасын. Бірақ соны жаңа не істемеді. Андай. Әрмен қарай развивать етпеді жаңағы. Потому что мен дұрыс түсіндірмеген шығарым мүмкін ше жаңағы. Мен енді шын айтса дұрыс түсіндірген жоқпын енді. Мәтін тек ойбай мынау күшті. Жаңа сенің бензиніңнің 30%-ін жаңағы үнемдейді, жаңағы үйтеді бүйтеді деді, бірақ әрмен қарай ештеңе айтқан жоқпын. Енді қазір сіздің зумыңызды мен балама жіберемін, амандық болса. Сосын жаңа кім айтқандай жаңа фуилтапс бар ма дегенде фуилтапс алып беру керек болып отыр дейді ғой. Бұл фуилтапс беріп тұрған мүмкіндік ақша ғой бұл. Ақша. Біз бұл бизнесте не үшін жүрсіздер? Вообще айтыңыздаршы, не үшін жүрсіздер? Не үшін жүрсіздер? Ақша ғой, енді ақша табуымыз керек қой. Фуилтапс кәдімгідей мүмкіндік, оның ешқандай қиындығы жоқ. Маған еще қазір кісілер айтады, сен слесарьсың ба дейді. Мен айтамын, жоқ, слесарь емеспін. Маған айтады ғой, еще сен ана еркек адамдардан сіз күшті түсіндіресіз дейді, маған айтады. Сол сияқты каждыйдарын түсіндіре аласыңдар, иә? Бәр жоғы 5-ақ сөз. Бензиннің сапасын жақсартады, молекуланың бәрін расщеплять етеді, одан кейін бензин 100% сгорает, двигательға раскоксовка жасайды, газдың иісі болмайды, 0% көрсетеді. Бірақ бітті, осын жаттап алыңдар да любой кісіге, ол солай жұмыс жасайды, ешқандай да өтірік емес, ол солай жұмыс жасайды. Вот соны, сол балаңызға соны сөйтіп айтып түсіндіру керек. Иә. Мен еще моншаға барып келгем ғой, бетім бәрі. Рахмет, күшті керемет. Иә. Давайте айтыңдар.